Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Жеңкесін тоқалды қалған қазақ жігітінің әңгімесі. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ата-анасынан ерте айырылған ағайынды екі жігіттің бірі басынан өткен ауыр тағдырын баяндап берді. Отбасында екі ағайынды болдық. Ағам екеуміз ғана. Анам қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, ал әпкем тіс дәрігері еді. Мен бірінші, ағам төртінші курста оқып жүргенде үйге түскен ұрылар анам мен әкемді жазым қылып өлтіріп кетті. Содан езіліп жүріп еңсе тіктедік. Ата-анасыз өмір сүру әрине оңайға соққан жоқ. Қайта сол кезде ағамның жүріп жүрген қызы Жайна бізге көп көмек беріп, қамқорлық танытты. Ана орнына ана болды десек те болады. Барлық керек дүниелерімізді түгендеп, кірлерімізді жуып, тамағымызды істеп беріп отырды. Деген ол кейін ағасы мен Жайнаның шаңырақ көтеріп, екі баланы ата-анасы атанғанын жеткізді. Кейін ағам екеуі шаңырақ көтеріп некелерін қиды. Бір ұл, артынан бір қыз босанды жеңгем. Жас отбасы ретінде Алматыдан үйде алдық. Бұл кезде мен де жеңгемнің таныстыруымен жақын сіңлісін ұнатып үйлендім. Деген оның басынан әлі де қара бұлт арылмаған екен. Жас жігіт құпияда ағасынан да айырылып қалды. Бір күні ағам өндіріс орнында үйге қайтпай қалды. Өндірістегі аварияның салдарынан смендегі ағам мен оның жанындағы 3 жігіт көз жұмыпты. Жылап еңіреп қала бердік. Әсіресе жеңгеме ауыр тиді бұл жағдай. Біз қиналғанда бізді тастап кетпей қамқорлық көрсетіп еді. Енді мынадай жағдай өз басына түскенде мен қалай оны жалғыз қалдырам? Ағамнан қалған екі балаға да жеңгеме де өзім қамқор болам. Тапқан ақшамды екі үйге бірдей бөліп беріп отырам деп келіншегіме айттым. Ол да Жайна әпкесін ерекше жақсы көреді. Бірден келісті. Ағамның жылын бердік. Артынша қатарынан 3 жыл асын бердік. Бірден келіншегім әмеңгерлік туралы әңгіме қозғай бастады. Мен таңырқап қалдым. Жеңгемді қалай әйел қыламын? Қалайша оны құшағыма басам? Ұғар емеспін, деді өткенін есіне алған кейіпкер. Алайда ол жеңгесін әмеңгерлікпен алуға келісіп, мешітте некесін қидырды. Келіншегім бір айға жуық осы әңгімені айтумен болды. Ұққаным, ер адам қаншалықты әйел құшағын аңсап қалап тұрса, әйел де еркек құшағын жылуын соншалықты аңсайды екен. Ағам қайтқалы да 5-ші жылға аяқ басты. Жайна жеңгем қатты қиналып жүрген көрінді. Келіншегім Жайна әпкесімен де бұл тақырыпта сөйлесіп көріпті. Кетар емес көрінеді. Сонымен ұяла Жайна жеңгеммен отырып сөйлестім. Әрине, ағамның балаларының басқа біреудің босағасында жәутеңдеп жүргенін қаламайтынымды. Сіз қарсы болмасаңыз, шариғат жолымен, баба салтымен сізді әмеңгерлікке алайын. Туыстығыңыз қарсы болмаса деп айттым. Жеңгемнің туыстары қайта осы жайтты маған жеткізе алмай жүрген көрінеді. Сонымен сөзіміз бір жерден шығып, азын-аулақ туыстарды жинап имамның алдында некемізді қидырдық. Деген азамат бүгінде екі әйелдің тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқанын да жасырмады. Гүлжаннан Құдайдың бергені 3 ұлым бар. Ал әмеңгерлікпен алған Айна жеңгемнен сүйкімді қызым бар. Жалпы 6 баланың әкесі атанып отырған жайым бар осындай. Бар тапқанымды екі үйге қылдай бөлем. Келіншектерім де риза. Өздері де жұмыс істеп, бірінің жетпей жатқанын біріне апарып беріп, күліп ойнап жүр. Екі үйге де кезекпенен қонам. Мен бұл жайтты баяндау арқылы еліміздегі белең алып жатқан тоқал мәселесін қоздырайын деп отырған жоқпын. Тек басыма түскен осы істен сіздер де сабақ алсаңыздар екен деген ойым бар. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіме әсерлі болса, өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және де арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.